кейін жақсы көңіл күймен бастайды. Ол үшін бір-бірімізге осы күн жылуын ұстап тұрып, жылы лебіздерімізді білдіреміз. Мұдалет, мен саған бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Сұрақтарды мүлдірмей қысылды. Бүгінгі күн жақсы болады. 5 мың. Неше планета бар? 8 планета бар, иә? Қанекілеріміз атап жіберейік. Тіршілік көзі бар планета ол жер. Өткен сабақта еске түсіруші балалар бір қызықты ойын ойнап жүрген. Ойынның аты ғаламшарлар деп аталады. Күн жүйесіндегі ғаламшарлар. Мынаның ішінде күн жүйесіндегі ғаламшарлардың әр түрі бейнеленген және әр ғаламшарда бір сұрақ бар. Өткен тақырып бойынша. Оқимыз сұрақты. Ең үлкен мұхит қалай аталады? Ең үлкен мұхит Тынық мұхиты. Жарайсың, дұрыс. Өткен тақырып бойынша бірінші сұраққа 1 балға жылжытасың Аслан. Жарай ма саған 1 бал? Жердің пішіні қандай? Жердің пішіні жер бетінде неше материк бар? Жер бетінде 6 материк бар. Атап бере ғой. Евразия, Африка, Австралия, Антарктида, Оңтүстік Америка, Солтүстік Америка. Жарайсың. Және? Біздің галактикамыз қалай аталады? Біздің галактикамыз қысшылы деп аталады. Қысшылы. Қазақстан Республикасы қай материкте орналасқан? Қазақстан Республикасы Евразия материгінде орналасқан. Енді шеңбер болып сағат тіліне қарсы айналады. Айналамыз, жай айналамыз. Енді тоқтайық. Енді айтайықшы балалар. Жарық түсіп тұрған жақ. Ол күн деп елестетейік, иә? Демек, не байқадыңдар сендер? Сендер жаққа не түсіп тұр? Күн түсіп тұр. Ал арқаларына көлеңке түсіп тұрған жақ, олар түн деп есептеледі, иә? Күн түскен жақта таң атады, ал арқаларына күн түсіп керісінше бетіне көлеңке түскен жақта кеш батады екен. Демек, күн жүйесінде жер күнді айналған кезде барлық жағына бірдей күн түспейді екен, иә? Соны байқадыңдар ма? Жақсы отырамыз. Мынау күн. Менің қолымда сұрақ тұрған не болар? Глобус дегеніміз жердің кішірейтілген дәл үлгісі. Осы жер өз орбитасынан күнді жылына 1 рет, демек 365 күнде 1 рет айналады. Ал өз осінен, көрдіңіздер ма? Жер қалай орналасқан? Өз осінен көлбеу орналасқан. Өз осінен 24 сағатта 1 рет айналады. Өз осінен 24 сағатта 1 рет айналып, және күнді жылына 1 рет айналады. Олай болса қарайды. Күн түсіп тұр, иә? Мынау бізде күн жақ. Сызық ортасында қалай болады? Экватор сызығы. Экватор сызығының оңтүстік бөлігі оңтүстік жартышар, солтүстік бөлігі солтүстік жартышар деп аталады. Оңтүстік жартышар мен солтүстік жартышарға күн бірдей түспейді екен балалар. Жер өз орбитасында және өз осінде айналып, күнді жылына 1 рет айналады. Енді осы кезде күннің жарығы тек күннің жарығы тек
егерде оңтүстік жартышарда жаз болған жағдайда солтүстік жартышарда қыс болады екен. Себебі күннің сәулесі дәл бірдей барлық жерге түспейді екен. Ол кезіндер ауысып отырады екен. Түсініп қой, иә балалар? Бүгінгі Ай жердің досы, жер күнді айналатын болса, ай жерді айналады. Күн, ай, жер бір қатарға тұрса, ай тұрған жақта су деңгейі көтеріледі. Айда су, ауа, шөп болмайды. Айда ауа жоқ, бірақ ол жерде секіргенде қатты секіреді. Айсыз түн болмайды. Айға ең бірінші ұшқан адам ол Юрий Алексеевич Гагарин. Айда мыңдаған кратерлар, өйткені оған мың метеорит және астероидтар түскен. Енді балалар, біз кішігірім осы жер өз орбитасында күнді айналғандағы өзгерісті әрқайсымыз зерттеп көрейік. Кішігірім модель жасап, осы модельді жасап көрейік. Жұп болып, бұл жұптық жұмыс балалар. Жұптасамыз. Жер 24 сағатта өз орбитасынан айналады және өз осінен айналады және орбитаны 3-6 секундте айналады. Соны зерттеп көрейік. Фонарик жағамыз. Қалай түседі екен? Не байқадыңдар? Солтүстік жартышар мен оңтүстік жартышарға қалай түсіп тұр? Кім айтады? Сол аяқта жаз деген сөз, ал солтүстік жағында жаз болмаса ол қыс деген сөз. Демек, біздің жаққан шамымыз көбірек оңтүстік жаққа түсіп тұр, иә? Экватор сызығының астыңғы жағы оңтүстік жартышарға көбірек түсіп тұр. Демек, ол жақта бізде жаз болады. Жердің күнді айналуымен жылы жер орбитасы деп аталады. Ал жыл мезгілдерінің ауысуына қандай қатысы бар? Тікелей қатысы бар. Күнге жақындап келсе, онда жаз болады. Егер күннен алыстау кетсе, онда қыс болады. Бізде жер шары дөңгелек, жер шары дөңгелек, ал жердің өзінің білігі жер күлбе орналасқан. Күн бізде жер шарына дәл ортасынан түспейді екен. Суретте көріп тұрғандар. Егер айтқан тұжырымдама дұрыс болса, рас болса, күн болып оянамыз, қолымызды жаямыз, иә? Егер ол дұрыс емес болса, онда ұйықтаймыз. Жердің пішіні сопақ. Жер шарында 4 мұхит бар. Қазақстан Республикасы Австралия құрылымында орналасқан. Қазақстан Республикасы Евразия материгінде орналасқан. Жыл мезгілдеріне байланысты қандай өзгерістер болады? Соны клеймен жапсырып, маркермен жазып, топтық жұмыс жасайды. Жердің ең бірінші мезгілі қыс. Одан кейін көктемде көбелектер шығып бастайды. Әсерінен қандай өзгерістер болады екен жерде? Сол туралы айтыңдаршы. Климаты өзгереді. Иә, климатта. Біз қандай климатта өмір сүреміз біз Қазақстан? Қоңыржай климатта
өмір сүреміз. Жер күннен нәр алады.